Адам үшін ең қымбат нәрсе уақыт. Ол алтыннан да қымбат. Уақыт әркімнің өмірлік капиталы. Адамның құр босқа кеткен уақытын кері қайтару мүмкін емес. Кісінің іскерлігі уақытты бос жібермеуінен басталады. Біз көбінесе сол уақытты бағалай білмейміз. Жалпы адамға берілетін мерзім тәулігіне 24 сағат. Кім уақытын бағалай білсе, сол ғана биікке жетеді. Саналы адам уақыттың өмірді жасайтын негізгі құрал екенін жақсы түсінеді. Адам уақытты сезгенде ғана өзін-өзі қадағалап отырады. Ісінің өрге басуы өзіне ғана байланысты. Өз уақытын пайдалана білген адам бір істі жоспарлауға үйренеді. Уақыттың ысырап болуы шығын. Үнемі кешігіп жүретін жалқау адамға іскерлік әлемінде орын жоқ. Алтындай уақыттың бағасын біл. Жалқаулықтан бойыңды аулақ ұста. Өзіңді өзің тәрбиеле. Ендеше балалар, сол уақытты кім қалай пайдаланып жүр? Тапсырмаға көшейік.